Құрметті әріптестер, жас мамандар, сіздерге эссе жұмысын қалай жазу керек, не нәрсеге мән беру керек, сол туралы аздаған ақпарат ұсынамын. Мыналар менің міне 2023-тен бері жазып келе жатқан жұмыстарым, бас аяғы 100-ге тақау керек. Не істейміз? Ең бірінші сіз бағытыңызды анықтайсыз. Егер де география, биология, информатика сияқты жаратылыстану бағытындағы, жаратылыстану математикалық бағыттағы пәндер болса, онда ғылыми стильде жазасыз. Ешқандай сын-есімдерді қолданбайсыз. Нақты етістікті көбірек қолданасыз. Ал егер әдеби стильдегі, яғни әдебиет пәнінен, қазақ тілін пәнінен болсаңыз, онда міндетті түрде әдеби, көркем сөздермен жазасыз. Екіншіден, тіліне қатысты синоним сөздерді көбірек қолданасыз. Ғылыми стильде де, әдеби стильде де, қатар келген сөйлемдерде бір сөз қайталанбауы керек. Ол оқырманды жалықтырып алады. Біз мектепте синоним дегенді бекер өткен жоқпыз. Мысалы, қолданылды, пайдаланылды, атқарылды, жасалды, жүргізілді деген сияқты сөздерді алмастырып отырасыз. Немесе әдеби стильде болса, мақал-мәтелдер, тұрақты сөз тіркестерін, тіпті ұйқастарды қолданасыз. Ал тақырыбын қалай ашуға болады делік, Тақырыпты ашу бұл мазмұнына қатысты. Мысалы, кез келген біреуін қазір аша салайын, аттестацияға байланысты. Қазақстандық патриотизм туралы мысалы. Ең бірінші біз мұна тақырыптың сөздеріне мән береміз. Солардың ішіндегі негізгісін ашамыз. Бірінші патриотизм дегеннен соқтырып кетеміз. Міне бірінші бөлімде, кіріспе бөлімде. Аяқ жағында келесі негізгі бөлімге көшу үшін енді қазақстандық патриотизм дегенді қойсамыз, және негізінде сұрақ қойсаңыздар болады, және сол қойылған сұраққа негізгі бөлімде өзіңіз жауап бересіз. Мысалы, мен жаздым, мына жақта бірнеше сұрақтар қарастырдым, негізгі бөлімде осыны қарастырдым. Қазақстан туралы айтып кеттім. Ондағы енді міне көштім қазақстандық патриотизмге. Тарихпен байланыстырдым. Пәнмен байланыс міндетті түрде болу керек. Өйткені бір тақырып, мысалы, қазақстандық патриотизм деген, оны әдебиет пәнінің мұғалімі басқаша орындайды, математика мұғалімінің пәні басқаша жазады. Өзі патриотизмді қалай математика сабағында оқушыларға дәріптей алады. Сабақ үстінде. Ол Қазақстан тарих туралы айтып тұрмайды ғой, мысалы. Есеп шығару барысында бір Қазақстанға қатысты, Қазақстанның экономикасына қатысты тапсырмалар ұйымдастыру мүмкін деген сияқты. Ең соңында, міне үміттенемін, осы сияқты сіздің пікіріңізді, сіздің көзқарасыңызды, сіздің тұжырымдамаңызды білдіретін етістіктер болуы міндетті. Осылай, егер де сізге қандай да бір көмек керек болатын болса, әрине ақылы түрде онда хабарласыңыздар. Мына менің жазған жұмыстарым. Бір ғана тақырыптың өзін бірнеше адамға бірнеше рет талдап бердім. Байқап отырсаңыздар. Тағы да бір айтатын нәрсе, сөздердің санына мән бермейіңіз. Егер сіз қайта-қайта сөзіңізге қарап, толмай қалды, толмай жатыр деп отырсаңыз, әрине толмайды. Ең бастысы сіз толтыра алмай қалмауыңыз керек, сіз керісінше асырып жіберуіңіз керек. Ал асырып жіберу үшін тақырыптың жан-жағын сіз түсініп алуыңыз шарт. Сол кезде ғана сөзіңіз асып кетеді, көңіліңізден жұмысыңыз шығады, өз көңіліңізден бағаңыз да жақсы болады.